Сәлем достар, бүгін сіздермен ең қытырлақ, ең дәмді самса жасаудың құпияларымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2 стакан суық су қажет болады. Суға бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне ұн салып, жақсылап илей бастаймыз. Қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Самсамыздың қамыры жұп-жұмсақ болу үшін ұнды алдын ала ситадан өткізіп алуымыз керек болады. Суға ұнды көп салып қойсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалады. Сондықтан аз-аздап салып, жұмсақ етіп илеңіздер. Қамырымызды 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін алып, тағы 1-2 рет илеп жіберіп, жақсылап, тағы 5 минутқа қамырымызды демалуға қойып қоямыз. Енді ішіне салатын начинка дайындайтын боламыз. Начинкамызға бізге 300 немесе 400 грамм фарш қажет болады. 4 штук пияз керек болады және 2 орта картоп керек болады. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосатын боламыз. Барлық турап алған заттарымызды жақсылап араластырып, тұзын бұрышын бір көріп жіберіп, дайындап қоюымыз керек алдын ала. Міне осындай начинка дайындап аламыз. Енді демалған қамырымызды алып, жақсылап жаятын боламыз. Қамырыңызды барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Өйткені біз жұқа етіп жайған кезде біздің самсамыздың қатпарлары өте көп болып шығады және әдемі қытырлайтын болады. Қамырыңыз қалыңдау болса, самсаңыз қатылау болып қалуы мүмкін. Енді жайып алған қамырымызға май жағатын боламыз. 250 грамм маргаринді ертіп аламыз және ең маңызды жайт, маргаринді қайнатуымыз керек болады. Сол кезде маргариннің суы шығып кетіп, тек май ғана қалатын болады. Осылай әдемілеп қамырымыздың бетіне құйып шығатын боламыз және щетка арқылы барлық жеріне майымызды жағып, әдемілеп жағып шығамыз. Майды жағып болғаннан соң бірден орап тастамаймыз. Осылай 10 минутқа қойып қоясыздар. Қамырдың бетіндегі майы ауаға осылай қатуы керек болады. Бұл да самсаның қытырлақ болып шығуына өте үлкен әсер етеді. Қарап тұрсаңыздар, қамырдың бетіндегі май уже қатып жатыр. Енді жаймендеп қатқан майымызды, қамырды орай бастаймыз. Ораған кезде ауа қалдырмауға тырысыңыздар. Ол үшін жақсылап тығыздап ораңыздар қамырды. Әр ораған кезіңізде басып жіберсеңіз, ішіндегі ауасы шығып кететін болады. Ары қарай осы видеода көрсетілгендей етіп, сіз қамырды осылай орай бастаңыз. Видеода көрсетілген әдіспен орасаңыз, қамырдың ішіндегі ауасы шығады. Плюс екіншіден бізде самсамыз қатпарлы болып, әдемі болып шығатын болады. Ішке қарай бұрап орасаңыздар да болады, сыртқа қарай бұрап орасаңыздар да болады. Оның қатты бір маңызы жоқ. Ең бастысы қамырымыздың ішінде ауа қалып кетпесе болғаны. Осылай әдемілеп орап аламыз. Бізде осындай қамыр болады. Енді қамырымызды бір пакетке орап, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды шығарып аламыз. Тоңазытқышта қамырымыз осылай әдемі болып қатады, майы да қатады. Енді бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Қамырыңыздың бастапқы жағын шамал қалыңдау етіп кесіңіз. Өйткені бас жағы шамал жұқалау болып келеді, ал орта жағына келгенде шамал қалыңдығын азайтсаңыз да болады. Бас жағын 6-7 см етіп кессеңіз, ортасына келгенде 4-5 см етіп бөліктерге бөліп алсаңыз болады. Ары қарай бөліктерді осылай жайып аламыз. Бірден бәрі бөліктерін қамырыңыздың осылай қолмен жайып алсаңыз, ары қарай оқтаумен сізге жаю оңайға түсетін болады. Қамырды қолымызбен жайып болғаннан кейін, енді біртіндеп оқтаумен жайып жұқалайтын боламыз. Оқтаумен жайған кезде маңызды жайт, ортасын баспауға тырысыңыз. Қамыр бөліктерінің тек шет-шеттерін ғана басып жайып шығыңыз. Егер ортасын жаятын болсаңыздар, онда самсаларыңыз қатпарлы болмай қалады. Осылай видеода көрсетілгендей тек қана шет-шетін оқтаумен жайып шығыңыз. Шеті тым жұқа болып кетеді, жыртылып қалады деп қорықпаңыздар, өйткені самсаны
түйген кезде шеттері бір-бірінің үстіне түсіп жыртылмайтын болады. Сондықтан барынша ортасына тиіспеуге тырысыңыздар. Осылай әдемілеп жайып болғаннан кейін енді осы қамырымыздың ішіне начинка салатын боламыз. Мен осылай бәрін жайып алдым әдемілеп. Енді алдын ала дайындаған начинкамызды әдемілеп салып шығамыз. Бұл жерде тағы бір ескертіп кететін жайт, егер начинканы сіз аз салатын болсаңыз, қамырыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан начинкаңызды жақсылап сала беріңіздер. Самсаны түйген кезде шет-шетін басып, жабыстырмасаңыз да болады. Өйткені печканың ыстығымен бір-біріне өздері-ақ жабысып қалатын болады. Осылай үш шетін бүктеп, самсаларымызды осылай әдемі етіп түйіп аламыз. Пішіндерін өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Мен үш бұрышты етіп түйіп аламын. Ал сіздер төрт бұрышты етіп, немесе домалақ, жарты ай тәрізді түйіп алсаңыздар болады. Начинка ретінде еттің орнына сыр салсаңыздар да болады. Енді противенімізді әдемілеп жақсылап майлап аламыз. Мен маргариннің қағазын тастамай, осылай противен жағуға пайдаланамын. Енді жаймен самсаларымызды қоятын боламыз. Бір-біріне жақындатып қоя беріңіздер, ісініп шығатын болады. Бетіне жұмыртқа жағып қоямыз. Бір жұмыртқаны жарып, ағы мен сарысын жақсылап араластырып, бәріне осылай жағып шығатын боламыз. Жұмыртқа жағылған самсаның бетіне бұрыш немесе күнжіт салсаңыздар да болады. Мен бір противенге бұрыш салдым. Дайын болған самсамызды 20 минутқа 250 градуста пешке қоямыз. Ал екінші противенге мен күнжіт салып шықтым. Тағы бір маңызды нәрсе айтып кетейін. Пешіңізді алдын ала қыздырып алғаныңыз дұрыс болады. Одан кейін самсаларыңызды салсаңыз өте әдемі болып шығады. Бірден суық пешке салатын болсаңыз, самса көтерілмей қалуы мүмкін. Міне менің жаңағы бұрышпен салған самсам уже пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі болып, қып-қызыл болып пісіп шықты. Самса жақсы көтерілген, беті қызарған, әдемі болып шықты. Қараңыздар. Осы көрсетілген рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздерде де осындай әдемі, пышный, жұмсақ, қытырлақ болып, самсаларыңыз әдемі болып шығатын болады. Міне бетін қараңыздар, қатпарлары көрініп тұр самсаның. Екінші противендегі күнжіт пен самсамда пісіп шықты, қараңыздар. Осындай қытырлақ, әдемі болып шығады самсаларыңыз. Достар, егер бүгінгі рецепт сіздерге ұнаған болса, онда осы видеороликке лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Егер қазақша контенттің көбейгенін қаласаңыздар, біздің каналымызға жазылыңыздар. Ал біз сіздерді оңай рецепттермен апта сайын қуантатын боламыз, достар. Осы рецептпен самса жасап, комментарий бөлімінде бөлісіп отырыңыздар.